9. Трапеция. Анықтама. Екі қабырғасы параллель болатын дөңес төртбұрышты трапеция деп атайды. ABCD төртбұрышты трапеция деп қарастырайық. Себебі оның екі қабырғасы параллель, BC және AD. Қосымша элементтерін қарастырайық. BH биіктігі болсын. Егер AB қабырғасы және CD қабырғасынан сәйкесінше M және N нүктелерін алсақ, сонда MN осы трапецияның орта сызығы болып табылады. Орта сызыққа келесі тақырыпта әлі тоқталармыз. Трапецияның екі түрін қарастырайық. Тең бүйірлі трапеция, бүйір қабырғалары тең трапецияны айтады. Яғни ABCD трапеция болса, AB тең CD болу қажет. Тең бүйірлі трапецияның қасиеттеріне тоқталамыз. Тең бүйірлі трапецияның диагональдары тең. AC тең BD. Тең бүйірлі табандағы жатқан іргелес бұрыштары өзара тең. Бұрыш А тең бұрыш D, бұрыш Б тең бұрыш С. Тік бұрышты трапеция. Ол бір бұрышы тік болатын трапеция. Яғни А бұрышы 90 градус, Б бұрышы 90 градус болу қажет. Бірінші мысал. Тең бүйірлі трапецияның бұрыштары 1:2 қатынасына тең. Трапецияның барлық бұрыштардың мәнін табыңдар. ABCD тең бүйірлі трапециясын қарастырайық. Мұндағы А мен Б 1:2 қатынасындай болсын. Оларды сүйір бұрышын 1х, доғал бұрышын 2х деп белгілейік. Трапецияның табандары BC AD-ға параллель болғандықтан, А мен Б ішкі тұстас бұрыштар болып саналады. Ал тұстас бұрыштардың қосындысы 180 градус. Сонда, Х қосу 2х тең 180 градус деген теңдік аламыз. Бұл теңдеуді шешкен кезде, бізде Х-тің мәні 60 градус екені анықтаймыз. А бұрышы Х-ке тең болғандықтан ол 60 градус, Б бұрышы 2х болғандықтан оның мәні 120 градус. Тең бүйірлі трапеция болғандықтан, оның табандағы бұрыштары тең, сондықтан Б мен С 120 градус, А мен Д 60 градусқа тең.